Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қашықтықтан оқу сабағымызға қош келдіңдер. Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать на дистанционный урок. Сабағымыздың тақырыбы Абай. Сабағымыздың мақсаты тірек сөздер, жетекші сұрақтар, мәтін тақырып арқылы негізгі ойды анықтаймыз. Сендер барлықтарың білесіңдер, что все вы знаете, что такое опорные слова, яғни тірек сөздер, жетекші сұрақтар, вопросы наводящие, негізгі ойды анықтау, определить основную мысль. Біз бұндай тапсырмаларды күнделікті орындап жүрдік. Абай, Құнанбай ұлы. Абайдың шын аты Ибрахим. Ол 1845 жылы дүниеге келіп, 1904 жылы қайтыс болды. Оның туған жері қазіргі Семей облысы Абай ауданы Жидебай ауылында дүниеге келген. Абай ұлы ақын, композитор, философ, ағартушы, ойшыл, қазақтың жазба әдебиетінің негізін қалаушы. Ол балаларға көптеген өлеңдер жазған, 45 қара сөз жазған, және осы Абай туралы белгілі жазушы Мұхтар Әуезов Абай жолы эпопеясын жазған. Бүгін біз сол Мұхтар Әуезовтың Абай жолы романынан үзінді. Тыңдалым. Оқулықпен жұмыс. Оқулықтарында ашыңдар, балалар. 131 бет. Открывайте 131 страницу. Мына сөздіктерді қарап шығыңдар. Қазір сендерге мәтін беріледі. Мәтінді тыңдаймыз. Абайдың бойына әкесінің батылдығы мен қызуқандылығы, жігерлілігі мен алғырлығы дарыған. Алайда болашақ ақынның балалық шағы негізінен қос ананың, әже мен шешенің бауырында, тәрбиесінде өсті. Сүйікті немересінің Ибрахим деген атына тілі келмей, оны ойлы болсын, аңдағыш болсын, абайлағыш болсын деген тілекпен Абай деп аяулы кәрі әжесі қойған еді. Абай өңі қара торы, екі көзі тостағандай үлкен әрі өткір, кең маңдайлы бала болды. Мінезі жағынан ширақ, аса ұғымтал, бір көргені мен естігенін ұмытпайтын, зерделілігімен айрықша көзге түсетін. Мұхтар Әуезов. Мінеки балалар, мәтінді тыңдадыңдар. Мына енді сөздікпен жұмыс жасайық. Мен қазақшасын оқимын, сендер орысшасын. Батыл, қызу қандылық, жігерлілігі, алғырлығы, ұғымтал, ойлы, аңдағыш, абайлағыш, екі көзі тостағандай, ұмытпайды. Понятно всем, ребята? Барлығыңа түсінікті ме? Ал енді мына суретке қараңдаршы. Посмотрите на эту картинку. Кого вы видите? Ия, әже, және бала. Әже кім бұл?
әженің аты кім деп ойлайсыңдар? Бұл Абайдың әжесі Зере. Ал қасындағы бала Абай. Жақсы. Енді келесі. Осы тыңдаған мәтін бойынша мына сұрақтарға жауап беріңдер. Ответьте, пожалуйста, на эти вопросы. Әжесі не үшін Ибрахимді Абай деп атады? По какой причине или почему бабушка назвала Абая, Ибрахима Абаем? Абай кімнің тәрбиесінде өсті? Кто воспитывал Абая? Абай қандай бала болды? Каким мальчиком был Абай? Жақсы балалар, сұрақтарға жауап бердіңдер деп ойлаймын. Егер жауап берсеңдер, жарайсыңдар деп сендерге баға беремін. Молодцы, ребята. Тапсырма, дәптерімізді ашамыз. Дәптерге жазайық. Мәтін бойынша сызба толтырамыз. Абайдың бойындағы қасиеттер. Качество Абая. Каким он был? Сейчас, когда мы изучали новые слова, там были как раз все характеристики Абая. Если вы запомнили, можете это уже написать. Ал енді тыңдаймыз. Сонымен, Абайдың бойындағы қасиеттер, мен сендерге мынаны көрсетем. Абай батылдық дейді онда қасиет. У него было качество смелости. Ал сендер не жазасыңдар, кәнеке, жазамыз. Так, жазсаңдар онда балалар, сендерге керемет деген баға қоямын. Жақсы. Абайдың әсемпаз болма әрнеге өлеңін мәнерлеп оқуымыз керек. Оқулықта ашамыз 4-ші тапсырма. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан, сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта бар қалан. Қайратпен ақыл жол табар, қашқанға да қуғанға, әділет шапқат кімде бар, сол жарасар туғанға. Өзіңде бармен көзге ұрып, артылан деме өзгеден, күндестігін қоздырып, азапқа қалма езбеден. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық қылған жалықпас, үйретуден балаға. На правой стороне есть, ребята, перевод. Можете сами прочитать, о чем это стихотворение. Хорошо. Если вы поняли, тогда мына тапсырманы орындаймыз. Ақынның не айтпақ болғанын анықта, негізгі ойды жаз. Өлеңде не туралы айтылған, о чем говорится в это стихотворение? И напишите основную мысль. Все поняли, наверное? Жақсы. Онда сендерге керемет деген смайлик беремін. Сабағымызды қорытындылайық. Бүгін сонымен біз кім туралы өттік? Иә, Абайдың жастық шағы, оның мінезі туралы, ол жас кезінде кім болғаны. Егер сендер сабақты жақсы түсіндіңдер, қызыл белгімен көрсетесіңдер. Мен сабақты толық түсіндім, я все понял полностью. Мен сабақты жартылай түсіндім, если вы наполовину поняли. Мен сабақты мүлдем түсінбедім, я вообще не понял. Осы жауаптарыңды маған
чатқа жібересіңдер. По цветам будете указывать, как вы поняли сегодняшний урок. Домашнее задание. 132 бет, 7 тапсырма. Берілген сөздерді пайдаланып, 4 жол өлең құрап көріңдер. Маған чатқа жібересіңдер. Сонымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.